Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Аружан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай дәмді әрі жеңіл болып шығатын краб таяқшалары қосылған салаттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Салатты жасау үшін бізге қияр, қызанақ, жүгері, жұмыртқа, шұжық және де краб таяқшалары қажет болады. Салатқа қосатын барлық ингредиенттерімізді осылай турап дайындап аламыз. Барлығын бірдей көлемде ұзынша етіп турайтын боламыз. Краб таяқшалары қосылған бұл салатты мерекелік дастарханға да ұсынсаңыздар болады. Дастарханыңыздың көркін ашатынына сенімдімін. Егер де сізде мұндай бақшада өсетін қияр болмайтын болса, тұздалған қиярды да қоссаңыздар болады. Дәл сол сияқты шұжықтарымызды да дөңгелек пішінде жіңішке етіп турап дайындап аламыз. Одан соң оны осылай теңдей екіге бөліп, ұзынша пішіндерін шығаратын боламыз. Одан әрі краб таяқшаларын екіге бөліп, оны тігінен жіңішке етіп турап, бұдан да осындай ұзынша пішіндерді шығаратын боламыз. Жұмыртқаны да ұзынша етіп турап алыңыздар. Бұл салатқа жұмыртқаны көп қосып қажет емес. Тіпті ортасындағы сары уызын мүлдем қоспай қойсаңыздар да болады. Қызанақтарымызды да осылай дөңгелек пішінде жіңішке етіп турап аламыз. Бұл қызанақтарды ортасынан кесіп қажет емес, бірден осылай тұтастай ұзынша пішінде кесе берсеңіздер болады. Себебі қазір салатқа қосып араластырғанда кей жағдайларда езіліп кететін болса, біздің қызанақтарымыз тіптен көрінбей қалатын болады. Одан соң осындай жүгерілерімізді салып, оның үстінен аз мөлшерде майонезімізді салып, дәміне қарай мен кішкене тұз қостым. Барлығын біркелкі болғанша араластырып аламыз. Майонезді бірден көп қосып қоймаңыздар. Аз-аздан қоса отырып, араластырып, содан соң жетпеген болса, тағы да қосарсыздар. Лопатканың немесе қасықтың көмегімен осылай астынан үстіне қарай араластырып алыңыздар. Салатымыздың құрамындағы қызанақтың езіліп кетпеуіне баса назар аударыңыздар. Дайын болған салатымызды арнайы тәрелкеге орнататын боламыз. Егер де сізге қонақ келе қалған жағдайда осы салатты ұсынуға кеңес етемін. Өте дәмді әрі жеңіл шығатын салат болады. Міне осылайша менің салатым дайын. Видеоды ұнаған болса, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Аружан.